Ассалаумағалейкум, армысыңдар. Әр қазағын баспаналы болсын деген жоспармен басталған 20 отбасы 20 ай жоспарының іске асу кезегі Қызылорда қаласына келіп қапты. Қош келдік. Айтпақшы, бізде тағы бір қуаныш. Менің Instagram парақшамда 3 миллион оқырман. Және сіздердің арқаларыңызда. Қысқа нұсқа тез-тез түсіндіріп өтейін, сіздер соңына дейін көріңіздер. Ал достар, 20 отбасы 20 ай Қызылорда қаласына келдік. 4 күн бойы іздедік. 4 күн бойы ауырып жүрдім, мен қазір де ауырып тұрмын. Сіздер ыстық, ажақтың шыдай алмай салқын тиіп қалды. Бірақ біз жаспыз, ей! Доказа апаруымыз керек. Сырелі, жырелі, іздедік. Ең бірінші үйді іздедік. Сіздердің берген ақшаларыңызды барынша әлемдеп, барынша әдемі, қымбаттырақ үйді барынша бағасын сүріп алуға тырыстық. Үйді таптық. Енді мұқтаж жан. Қарадық, 5-6 үйге қарадық. 3 күн бойы мұқтаж жан іздедік. Білем, мұқтаж жан өте көп. Бірақ біз іздегенде ең бірінші мешіттің спискіне, акиматтың спискіне алып қарап ішінен барып хабарласты. Көбісі сенбеді. Енді соңғы 4-ші күн мешіттің спискіне алып іздеп отырдық та бір апаға звондады. 5 баласы бар, күйеуімен ажырасып кеткен. Және де аварийный үйде тұрады акиматтан. Сұрап жүргенде қанша уақыт болған. Сол адамға звондады, сол адамға қарай бардық. Ең бастысы танымаса екен деймін, ол күтіп тұр екен. Өйткені танып қойса үй береді деп үміттеніп қалған күнде біз бермей кетіп қалуы мүмкін бар. Өйткені біздің ережеге сәйкес келу керек. Сондықтан да біз қараймыз. Тұр, тани ма танымай белгісіз. Бірақ келесі кейін 10 үйден кейін өзім бармайды сияқтымын. Қойын деп тұр үй. Бұл сіздікі емес қой, а? Жоқ, менікі емес. Кімдікі? Өкімет берген? Өкімет берген мынау. Мынау немене бұл? Тұр менен қараңыз. Бір үйлер бар. Бала-шағаңыз қайда? Бала-шағам біреу садикте. Мынау біреуі не больницада жатыр. Не, қандай немен? Оны андай 2 деп өксірмен. Қалған 3 балаңыз қайда? Ал 4 балаңыз. Мынау кредитке алған, кредитке төлей алмайды. Нені? Кондер. Ой, не, адам кредитке. Мынау несі. Жаңа сваркілеген ғой. Мына жер сваркілез баланы? Иә, жаңа. Өзіңіз еркек өзіңіз. Өзі жаңа әкеп берді, көмек берді шаман. Мына сваркілеген ғой. Қашан ажырастыңыз сонда соңғы сіз? Ойбай. 1 жылдан асып кетті, 2 жылдай болды. Мына қанша кішкентай ма? Иә, кішкентай. Мынандай ғой. Осындай ма? Осыдан алған ғой қазір, Қазір көрінті 1 минут өсіп кетті жаңа. күзде ертең мынау. Бәрі бір күлейік мынандай ғой. Әшейін нені өлейді бүйтіп. Астың бәрі ма андай? Келсеңші, енді бір сұрақтар қойын кішігірім. Иә. Ойбай, отырсақ бола ма? Келіңіз, отырсаңыз сізді, ой бейсмә. Біз сол, ойбай, біз үкімет ештеңе емеспіз андай енді. Сіздің списіңіз мешіттен алдық. Мешіттен бұрын жас кетіпсіз ғой, бір 2020-да ма? 10-жайда ма? Өтініш жазып кеткенсіз. Көрсетші фотосы бар ма? 4 балам бар. Онер диагнозы. Иә, онер диагноз. 20 бала больницада жатыр. Больницада ма? Иә, нулевойға бірінші классқа бару керек еді. Бармай қалды ма? Иә, қатарынан қалып тұрып өткен судорогымен эпилепсия диагнозы. Сосын онер 2 деп. Онер деген не ол? Тілі сөйлей алмайды. Тілі. Ана судорога берген кезде общем сөйлей алмай қалады. Үйім көгереді, қыста келсең. Мен анандай жүнтетіп отырмаймын. Иә, дұрыс қой. Мына почти бір бөлмеде ғана отырамын. Өйткені аяқ көгереді қыста. Дұрыс қой, отыруға болмайды. Терезелер ане көгергендері, мынау не? Мынау көгергендер ғой, анау. Соларды жұмыссыз ба? Жоқ. Мен жұмыс істей алмаймын, ана бала судорога бар. Сосын мына бала кішкентай айлық. Біз енді, мен неден келдім? Алматы қаласынан келдім. Алматы қаласынан келдім. Біз енді ешқандай үкімет емес, біз ешқандай бір қайырымды, бізде армандар орындалады деген қайырымдылық қоры бар. Біз енді кішігірім нелерге, әр отбасыларға былай сондай көмек. Сіз өзіңіз бір группада барсыз ба, отбасылы үй беретіндер? Жоқ, ондай ешқандай жоқ па? Ешкім айтқан жоқ қандай? Не ғой, сол біз ойлап тұрғанымыз бізде кішігірім неяқтан да бізде не бар да қазір. Біздің қайырымдылық қоры бір үй беріп жатырмыз қазір бір адамға. Бір үй беріп жатыр, шүкір енді сізге де беріп қалуы мүмкін да. Бірақ ол қазір енді сізге біріншіден не алып жатыр, андай сыйлық алды. Көрдіңіз жағдайыңыз, пример сізге беріп жатыр. Холодильник новый, печка, стиральная машина, пылесос, микроволновка, газ, полный автобус қазір әкеледі. Осы сіздерге берейік, сіздерге құтты болсын, осы сіздерге бұйырсын. Бірақ сізде бір өтінішіп тұр қазір енді, сіз енді қазір біз отчетты көрсетеміз ертең халыққа. Сол ана адамға үй береміз да қазір, соған қатыса аласыз бар, типа қолдап сол адамдарды. Қалай? Бір отбасыға үй береміз ар жақта, 3 комнаталы. Не жақта? Шанхай жақта ғой деймін. Иә, ремонтталған 3 комната үй тұр.
Соны бір кісіге беріп жатыр қазір да. Енді біз анау отчет берген айтамыз да, ана кісіге бытовая техника бердік. Сіз де ана адамды құттықтап қуанышына ортақ болсаңыз деймін да, солай ойдым. Боласыз ба? Иә, өзі айтасыз құттықтап, сосын сол видеоның соңында сіз айтамыз да, міне осы кісі құттықтап келді, қуанышымен бөлісіп, Құдай қаласа, сіз міне осы деп айтсақ, қалай қарайсыз, бара аласыз ба қуаныштың? Я сразу как сияқтан нені бытовая техникасына артып, осы жаққа келіп түсіп кетеді сразу. Сонда не берейін деп тұрсың? Біз бағана полный бытовой техника сізге береміз. Полный холодильник, телевизор, пылесос, бір $2000 бір $2000 заты бар. Полный алғы. Жоқ, сізге береді. Иә, осы просто көмек ретінде сізге адресі құтты болсын деп біздің өзіміздің армандар орнына фотоның артынан тұтап видео түсіріп аламыз, сізге заттардың бәрін өсе аударып балдар өз кіргізіп береді. Ана заттар үшін ана пустой ғой үшін үшеуін деген. Сіз қашан босай аласыз қазір барып құттықтап? Бара берейін. Қызыңыз бара ала ма? Қызым. Алсаңыз өйткені анау жалғыз басты жүрсеңіз айтуым мүмкін ойлап қалуым мүмкін. Өзен адамына беріп жатыр. Иә, сонда болып қалды мына қазір ше. Балдарым. Иә. Алып шығасыңшы екеуін, иә? Сразу. Иә, әкеліп тастайды. Уайымдамаңыз бәрін. Ой, бисмилля. Не алып тұр? Барайын деймін, а? Бармайын. Жүрсінші кетті. Жүрсін кетті. Кім? Артың кім? Әсел. Әсел. Мен бара берейін де баламен болмасын. Ой, чондай. Әсел. Мама қойшы, үйде Wi-Fi жатамын. Жүр, Wi-Fi бар көніқті. Бармаймын. Жүрсе кеттік. Әсел. Жүр, барып қайт. Әсел, жүр. Қазір қайтып әкеліп істе. Әкеліп тастайын, ой тұр. Жүр. Жүр ана әкел. Қыз танып қойды, алып отыр. Енді барамыз. Бұйырса, үйді береміз, үй береміз айтқан жоқпыз, қуанышына ортақ болды еді. Мүмкін соларды береміз, тапсырамыз. Мүмкін бұйырып қалады бәрі. Әше, отырыңыз ке. Қанша оқисың? Қанша оқисың? 7, қойш. 5-пен ба, 4-пен ба? 5-4. Құдай берсін, іш жейді ғой. Іш ба? Мен де 3-пен оққан бірақ. 5-пен оқу керек. Өйткені мамам көмектесу керек ертең. Мынада біреу тұр, әпшіңіз біреу баланы істеп алам. Ана ішке кіреміз де қазір, ана егілі келген жоқ, 7 баласы бар ана екен, жалғыз басты. 1-2 баласы, ауыр болмасын, ауырады екен 1-2 баласы. Соны соған пустой ол жерде. Ештеңе жоқ, біз айтамыз да, оған ол кісіге үй береміз, сіздерге бытовая техниканы берді айтамыз. Нормальный бытовая техника, новый бәрін кеше ғана алдық технодон. Бәрін алдық. Бұйырса енді қазір барып кірген кезде атсақ. Иә, бала шағасымен келеді, шұғыры бала шағасымен келеді. Құтты болсын, міне мен де көп балалы анамын, қуанышыңызға ортақ болып тұрмын, міне. Бізге де бұйырсын дейсіз, кілтті бересіз. Біз атамыз пақ деп. Хорошо? Сіз атпақ қойыңыз, біз атасақ, сен баласымен тұрсыз. Қызыңыз бәріміз атамыз пақ деп. Сіз тұрасыз да. Атасы не? Иә, отыр. Болса атпа. Екеуміз де бәріміз тұрамыз да. Пақ деп сіз айтасыз, міне кілт тапсырамын дейсіз, кілтті бересіз. Біз болды, міне маған рахмет, сіз қандай деп бізде абатыр қандай бытовая техника дейсіз да. Біз сразу болды, тік дейміз ана что бітеді, үйге сатсап жібереміз. Сіз рахмет деп айтасыз, болды. Келді ма? Мін. Ашып келді. Санайық. 2, 3, 4, 5. Sen aşırı uzak çıkar. Dayna. Ялғатқан ғой әсел. Жоқ, мынау кісі көп балаларына біз сияқты. Үйі жоқ, сол кісіге үй беріп жатыр. Келді. Бәрі екі. Әше, сіздің үй ғой? Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен, өмір сағым күйін, иманның алдын тәжін күйіп, бір-бірімізді қадірлеп. Бұл бізді армандар орындады деген фонды, ННН Нұрдәулет деген, біз өзіміз жинаған 20 отбасы 20 отбасының 4-ші үйі Қызылордаға келді. И то бағана бытовая техникам бар, осы үйге кіреді. Мына үйде сіздікі? Рахмет. Осы үй бәрі ішкі комната, бала шағаңыз барлығын бейім аралы, ана пол деген бас кетпейді, ештеңе бәрі жақсы. Айналайын әпше, Қазақстан демократиясын көтере беріңіз. Алла разы болсын. Ешқандай қазақтың әр отбасысы мұқтаж болмасын ешқандай жанға. Рахмет алғыр. Ауылмаңыз, шашамаңыз әрдайым құтты. Ал, құтты болсын жігіттер! Мирас.
Мирас деген жігіт міне осында үлкен үйін сіздерге бізге келістіріп бір бағаға беріп міне осы апаға полный аударасың документтерге арзан осындай батыр жігіттер көп болсын бауырым от души рахмет осындай керемет үйлерін ал барша біз камерада көріп отырған осы адам болса камерада жоқ қанша адам бар міне бауырларымыздар қызылордалық барлықтарына рахмет бұйырса 20 отбасыға жеткіземіз құдай қаласа сондықтан да бізбен бірге болыңыздар әрдайым жақсы істе жолыққанша барлықтарыңыз алла разы болсын бір ауыз сөзіңіз әпше Халқыма рахмет, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әмин. Рахмет. Нұрдәулет қорына да рахмет. Армандар орындаған қоры. Бәріне де халқыма да рахмет, сіздерге де, сіздердің арқаларыңызда. Алла разы болсын. Атышын 4,5 миллион қалдық. Атышы негіз 5,5 миллион тұрған өзі Атыш келістіріп және 500 мың теңгеге бытовая техника алды. Өзіміз алдымызда тағы 100 мың теңге қолына бар. Ішіне сантехника, матехникасы беріп аламыз. Давайте. Ал, официальный үйіңіз құтты болсын. Аумин. Нотариустың атына аударылғаны Әли әпкеміздің. Ал, Нұрдәулет, саған да құтты болсын осындай еңбегің сауатты. Ал достар, видеоның соңына келіп қалды. Видеоның ғана соң емес, сіздер жинаған қайырымдыққа берген 20 миллион ақшаны да соң келіп қалған сияқты. Бірінші үй әпердік, екінші үй әпердік, үшінші үйге бытовая техника әпердік, үш үй бердік, төртінші үй бар. Құдайға шүкір 4 отбасыны қуанттық. Барлықтарыңызға рахмет. Осымен бітті. Жоқ әрине, қарапайым қазақ ешқашан тоқтамаған. Сіздер қолдай берсеңіздер мен даканза ұра берем. Әрине тоқтамаймыз. Бұйырса ызбыр ашамыз ба, білмеймін. Көмектесетін жандар табамыз ба? Көмектесетін жандар болса әрдайым дайынбыз. Жазсаңыздар болады. Ал достар, тоқтамаймыз. Армандар орындалады, мен сенем. Нет ничего невозможного. Сен де сен. Бұйырса 20 отбасыға жеткіземіз. Сол қарапайым қазақ. Каналға тіркеп қойыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Әрбір қазақстандық баспаналы болсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет.